Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаевтың 31-ші қара сөзі. Бүгінгі сабақта сіздер әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіресіздер. Абай Құнанбаев 19 ғасырдағы гуманитарлық ой сананың жемісі. Ол көркем әдебиет тілін жалпы халықтық қазақ тіліне жақындастырып, бұқаралық сипатты күшейтті. Ол өз шығармаларын жалпы халықтық қазақ тілінде жазды. Ол халықтың тіл байлығын, мол мұрасын ұқыпты ұстап, ұзарта білді. Бұл пікірге көз жеткізу үшін Абай Құнанбайұлының 31-ші қара сөзін мұқият тыңдап, зер салып өтейік. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, бір қайғыға салу, бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Қара сөзді мұқият тыңдап болса, мәтінде кездесетін кейбір сөздерге түсініктеме беріп өтейік. Сөздікпен жұмыс, ғибратлану, араб тілінен енген кірме сөз, үлгі өнеге сабақ алу деген мағынаны білдіреді. Тұшын, қанығу, сезіну, кез аяқ астынан тап болған, кездейсоқ, кез болды, кезікті, жолықты, ұшырасты деген мағыналарды білдіреді. Оқушылар осы қара сөзде көтерілген мәселелерді толық түсіну үшін тапсырмалар орындауға кезек берейік. Бірінші тапсырма. Қара сөзде көтерілген мәселелерді анықтаңыз. Жауаптарыңыз дайын болса, жауаптарды салыстырып көрейік. Хакім Абай естіген нәрсені ұмытпастық үшін 4 түрлі себеп бар дейді. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ, екіншісі ғибратлану, үшіншісі көңілге бекіту, төртінші ой кеселдерінен қашық болу. Оқушылар осында берілген мәселелерді кеңірек түсіну үшін, зерделеу үшін келесі тапсырмаларға көшейік. Көтерілген мәселелерді идеясы арқылы түсіндіріп, өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Жауаптарыңыз дайын болса, салыстырып көрейік. Ең бірінші мәселе көкірегі байлаулы берік болмақ. Бұл дегеніміз, адамның рухани жүрегі шындыққа, ақиқатқа байлаулы болу керек. Ғибратлану, бар ынта жігерін салып, көңілге түйіп, ұғыну, тұшыну керек. Үшінші мәселе көңілге бекіту. Іште бірнеше уақыт қайталап ойлану керек. Төртінші мәселе ой кеселдерінен қашық болу. Уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, қайғыға салыну, құмарлықтан аулақ болу дегендердің барлығы Абай айтқандай 4 түрлі кеселдер. Идеясы адамның қолын бақытқа жеткізетін, ілім-білімді игеруде сенімді болуды, күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселерден абай болуды меңзейді.
Ал менің көзқарасым. Автор қара сөзде ілім-білімді игеру үшін санаға қалай тез сақтап, көңілге тоқып алуды жан-жақты түсіндіріп өткен. Оқырманмен әңгіме, кеңес құрып отырғандай ақыл-ойларын ортаға салып, оқушы қауымды ойландырады. Қара сөзде айтылған ой кеселдері барша адамзаттың қатышпаны екенін жан-жақты түсіндіреді. Оқушылар, бұл қара сөздің алатын орны ерекше. Ендеше ақын айтқан 4 түрлі себепке кеңірек тоқталып өтейік. Тапсырма: берілген сұраққа нақты тұжырымдар келтіріңіз. Берілген сұраққа нақты тұжырымдар мен дәлелдер келтірдіңіздер деген ойдамын. Ендеше жауаптарыңызды салыстырып көрейік. Ой кеселдерінен қалай құтыламыз? Бірінші кесел салғырттық. Өзін қоршаған ортаның тамылжыған әсемдіктеріне немқұрайлы қарау. Бұл кеселден айырылу үшін менмендікті тастап, ерікті дұрыс қолдануымыз керек. Екінші кесел ойнап айту. Әзілдестім деп адам ойына кері ой тастау, күлкі, қызық үшін адамдық игі қасиеттерді жоғалтып алу әбден мүмкін. Ойнап, босқа күлуден қашық болыңыз. Қайғыға салыну. Адам табиғатына тән нәрсе. Бірақ қайғының да өлшемі бар. Орынсыз қайғы адамның алға қойған мақсатына деген талпынысы мен белсенділігін азайтады. Қайғырмаңыз. Әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар екенін ұмытпаңыз. Төртінші кесел құмарлық. Ақыл көзін байлап тастайтын дерт секілді. Ақылға емес, құмарлыққа жеңдіріп кетсе, адам түзу жолдан адасары сөзсіз. Бойымызда бұл жағымсыз қасиет болса, иман жолмен тежей біліңіз. Келесі тапсырмаға көшейік. Берілген жауаптарды сәйкестендіріңіз. Жауаптарыңыз дайын болса, онда сәйкестендіріп көрейік. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Сіздердің де жауаптарыңыз осындай болды деген ойдамын. Берілген тест сұрақтарына жауап беріңіз. Берілген тест тапсырмалары қиындық туғызбады деген ойдамын. Ендеше тексеріп көрейік. Абай Құнанбайұлының қара сөздері қай жанрда жазылған? Абай Құнанбайұлының қара сөздері проза жанрында жазылған. 31-ші қара сөздің идеясы қандай? Бұл қара сөздің идеясы күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселерден аулақ болу. 31-ші қара сөз қандай үлгіде жазылған? Бұл қара сөзі әңгіме, кеңес ретіндегі монолог үлгісінде берілген. Ғибратлану сөзі қандай мағынаны білдіреді? Ғибратлану араб тілінен енген кірме сөз. Үлгі, өнеге, сабақ алу деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін сіздер әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндірдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды Міржақып Дулатовтың мына сөзімен түйіндесек.
Әдебиетімізге қаланған ең негізгі кірпіш Абайдың сөзі, Абайдың аты боларға керек. Ең ардақты орын Абайдікі деген болатын. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.